Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Жұманбаева Айткүл Исламовна, Қарағанды облысы Шет ауданы Адыр кентінде орналасқан Әлімхан Ермеков атындағы Тірек мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің отбасым деп аталады. Сабағымыздың мақсаты отбасы сөзінің мағынасын есіңе түсіресің. Отбасы, отбасының мүшелері жайлы білетін боласың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал қалыптастырып алайық. Орнымыздан тұрып, сұрақтарға қимылмен жауап береміз. Басымыз қалай сөйлейді? Жарайсыңдар. Иығымыз қалай сөйлейді? Жақсы. Қолымыз қалай сөйлейді? Өте тамаша. Аяғымыз қалай сөйлейді? Тамаша балалар. Кәнеки балалар, енді сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақ жайлы не білеміз? Ребусты бірге шешейік. Кәнеки балалар, бізде ребуста суреттер бейнеленген. Бірінші суретте бізде от. Кәнеки, от деген сөз. Екінші суретте бізде 5 саны. 5 саннан соңғы 2 әрпін алып тастасақ, бізде Б әрпі қалады. Келесі А әрпі. Келесі суретте сағаттың суреті бейнеленген. Сағат сөзінде біз 4 әрпін алып тастаймыз соңғы. Сонда бізде С әрпі қалады. Соңғы әріп А. Сонда бізде қандай сөз шықты оқушылар? Отбасы. Дұрыс айтасыңдар. Отбасы. Бүгінгі тақырыбымыз менің отбасым тақырыбы. Балалар, кез келген адамның өз отбасы бар. Отбасы қоғамның бір бөлшегі. Оған бір үйде тұратын ең жақын адамдар кіреді. Отбасы мүшелерін атайықшы кәнеки. Отбасы мүшелері атасы, әжесі, анасы, әкесі және балалары. Әпке, аға, іні, қарындас. Әр отбасы мүшесінің өз орны, атқаратын қызметі мен бір-біріне деген жауапкершілігі болады. Жақсы балалар. Балалар, енді келесі тапсырманы орындасақ. Бізде зерттеу әдісі. Бірінші тапсырмада біз ұжымдық жұмыс жасаймыз. Бізде мына жерде 2 сурет бейнеленген. Шағын және көп балалар отбасыларды қалай ажыратамыз осы 2 суреттен? Екінші сұрақ, бізде суреттегі отбасын қалай атайды? Дұрыс айтасыңдар балалар. Шағын және көп балалы отбасыларын адам санына қарай ажыратамыз. Бірінші суреттегі отбасы бізде көп балалы отбасы. Отбасында ата, әже, нағашы ата, нағашы әже, анасы, әкесі және 4 баласы бар. Бұны біз көп балалы отбасы деп атаймыз. Ал екінші суретте балалар шағын отбасы бейнеленген. Әкесі, анасы, ұлы мен қызы. Суреттегі отбасын қалай атаймыз балалар? Суреттегі отбасы бақытты отбасы деп атаймыз. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, екінші тапсырмаға келсек, бізде екінші тапсырмада жұптық жұмыс. Мақалды оқып, мазмұнын түсіндіреміз. Отан отбасынан басталады дейді. Бұл мақалда терең мағына жатыр. Шын мәнінде әрбір отбасы бір отан. Отбасы біздің жанымыз, жабырқағанда, қуанышқа бөленгенде бөлісетін, өзімізді еркін, жайлы сезінетін баспана, жылы ұя. Әрбір отбасы шағын мемлекет, онда ертеңгі елдің тұтқасын ұстайтын өздерің сияқты азаматтар өсіп келеді. Кәнеки балалар, бір сергіп алайық. Орнымыздан тұрып, айнала билейміз. Ән тоқтағанда суреттегідей қимыл жасаймыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Өте тамаша. Сабағымыздар қарай жалғастырайық. Сәлеметсіңдер ме балаларым? Бұл менің отбасым. Әжелерің, ұлым, келенім және немерелерім. Міне, әулетім кеңейіп бір шаңырақтың түтінін түтетіп отырған жайым бар. Сілейтінім балашағым аман, елім тыныш болсын. Ағайын туыспен араласып, бірлігіміз бекем болсын. Ұрпағымыз ұлағатты, еліне елеулі азамат болсын деп тілеймін. Келесі кезекте бізде үшінші тапсырма. Онда біз жұптық жұмыс жасаймыз.
суреттегі отбасы мүшелері туралы айтамыз. Кәнекей балалар, бізге суретте 5 сурет бейнеленген. Осы суреттер туралы не айта аламыз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл суреттерде бақытты отбасы бейнеленген. Олардың күнделікті өмірі көрсетілген. Ата, әжеге деген немерелерінің қамқорлығы, отбасындағы мерекелі күндер, әрбір жанға қуаныш сыйлайтындығы, ата мен әженің немерелеріне деген тәлім тәрбиесі, балалардың анасына үй шаруасына көмектесуі. Осылардың барлығын біз отбасылық құндылықтар деп атаймыз. Ата-ана өмірдегі ең қымбат жандар. Олар баланы жақсылыққа, әділеттілікке, адамгершілікке тәрбиелейді. Сабақта да, үйде де ұқыпты, тәртіпті, саналы бала болса деп тілейді екен. Өте жақсы балалар. Кәнекей балалар, енді бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізден кері байланыс берсек. Бізде білім сандығында 3 сандық тұр. 3 түсті. Әртүрлі стикермен кері байланыс береміз. Бірінші сандық бізден сары сандық. Онда біз сабақты өте жақсы түсіндім, қызықты болды дейміз. Екінші сандық бізде көк түсті. Сабақты жақсы түсіндім. Үшінші сандық қызыл түсті. Тақырып бойынша әлі ізденуім керек. Жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, үйге тапсырмалайық. Өз отбасында қандай қамқорлық көрсететін туралы жазып келеміз келесі сабақта. Бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізді смайликтер арқылы көрсетсек. Жақсы балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.